Жыл соңына дейін елімізде Қазақстан кәсіпкерлерінің бірыңғай ұлттық палатасы туралы заң қабылдануы мүмкін. Заң жобасы кәсіпкерлердің қатысуымен кеңінен талқылануда. Ақтөбеге Атамекен Қазақстан ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Аблай Мырзахметов барды. Ол жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Елбасы жолдауындағы 10 басым бағыттың бірі ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамыту шаралары туралы айтты. Бұл бастамаға сай биыл әр ауданда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары ашылғалы отыр. Олар салық менеджмент, іс бастау, есеп саласындағы жан-жақты қолдау танытпақ. Ауыл-ауылды аралап, ауылдағы сол кәсіпкерлерді жинап, сосын оқыту мәселесі. Ауылдағы енді жаңа кәсіпкерлігін бастаймын, әсіресе жастар. Соларға көмек беру үшін кәсіпкерліктің ең басты негізгі құжаттар туралы біз қазақ тіліне кейбір кітаптарды ауыстырамыз сол саладағы. Соның есебінен семинар өткізу, тренинг өткізу арқылы жаңағы біздің эксперттер сол адамдарды кәсіпкерлікке баулайды.